Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздердің назарларыңызға Наурыз мейрамына арналған мүшел той салт дәстүрінің көрінісі. Ал қызым, бүгін сенің алғашқы мүшел жасың. Есейгеннің белгісі, мүшел жасың құтты болсын құлыным. Есейгеннің белгісі ретінде шашыңа шолпы тағып, шолпы да қазақтың салт дәстүрінде тәрбиелік маңызы зор. Қыз баланың әшекей бұйымдарының бірі. Шолпыны қыз балаға тағудың бір белгісі, бұл қыз баланың жүріс-тұрысын қадағалайтын, қыз баланың күлкісіне, сыңғырлаған күлкісіне шолпысының сыңғыры қосылып жарасымды болып тұру үшін, және де қыз балаға әр уақытта 13-ке келгенде есейгеннің белгісі ретінде қолына жүзік таққан. Және де ең бір үлкен осы мүшелге келгенде қыз баланың мойнына тағатын әшекей бұйымдарының бірі бұл өңір алқа. Өңір алқа міне осы мынандай болады. Бұл әртүрлі маталардан тігіледі, бағалы маталардан тігіледі, және де асыл тастармен, күмістермен безендіріледі. Бұның да тәрбиелік мәні өте зор. Қыз баланың кеудесін жауып тұрады, бұл тіл көзден сақтайды. Және де сонымен қатар шолпысы, өңір алқасы, бұның барлығы тілден қорғап, тіл көзден қорғап тұрады. Құтты болсын тағы да мүшел жасың құлыным. Мүшел жас қазақ халқының адам жасын есептеу үлгісі. Дәстүрлі қазақ қоғамында баласын 13 жасқа толуы алғашқы мүшел деп саналады. Одан кейінгі мүшел әр 12 жыл қайталанған сайын есептеліп отырады. Халқымыздың ұғымында қыз қонақ, сондықтан қыз баланы барынша аялай, мәпелей отырып, ұлттық тәрбиені бойына сіңірген. Халқымыз қыздың мінез құлқымен қатар киім киісін де назардан тыс қалдырмаған. 13 жасқа толғанда анасы қыз баланың әжелерін, өзінің құрбыларын, жеңгелерін шақырып, 13 жас мүшел тойын тойлау рәсімін жасайды. Тәрбиелік мәні зор бұл дәстүр қыз бала мүшел жасқа келгенде есейгеннің белгісі ретінде өңір алқа, шолпы, жүзік тағады. Қазақ зергерлерінің өте көп жасайтын әшекейінің бірі әйелдерге, қыз балаларға арналған әр түрлі сақина мен жүзіктер. Қыз баланың шашына да көп көңіл бөлінген. Шаш жаю қазақ ұғымына жат қылық. Қос өрім, бір өрім, тіпті бірнеше өрім қылған. Ал қыз баланың бұрымы шолпысыз болмаған. Қыздың әдемі жүріс-тұрысына шолпысы әсер еткен. Қыз баланың кеудесіне міндетті түрде тағылатын алқа, тұмарша, өңір алқа. Қазақтың әдет ғұрып салт дәстүрін қыз баланың бойына сіңіріп отырып, қыз балаға келешекте ана, ақ босағаның аруы, шаңырақтың құт берекесі екенін ұғындыру және әдептілікке, сыпайылыққа, мейірімділікке тәрбиелеу біздің мақсатымыз.